Жоғалған ат. Бір ауылда Әбдікәрім атты қария болатын. Оның 40-қа келсе де 40-қа келмей жүрген бойдақ баласы болатын. Олардың бар байлығы жалғыз аты еді. Олар сол атын арбаға да, соққаға да жегіп, нәпақаларын айырып өмір сүріп жатты. Бір күні Әбекең атты егістіктің басына арқаңдап, өзі үйіне тамақ ішуге кетеді. Қайтып келгенде атының босанып қашып кеткенін біледі. Кешке қарай егістіктің басынан жаяу қайтып келе жатқан қарияны көрген жұрт бұл жүрісінің себебін сұрап, оның жалғыз атының айырылып қалғанын естігенде, ауылдастары аяныш білдіріп оны жұбатпақ болады. Жалғыз атыңыздан айырылғаныңыз қиын болған екен, бұл да бір Құдайдың сынағы шығар, бәкім болып сабыр етіңіз, деді олар. Ал Әбдікәрім оларға: олай демеңдер, қиын болды ма, әлде қайырлы болды ма, оны бір ғана Құдай біледі, деді де үйіне қарай аяңдап басып кете барды. Содан бірнеше күндер өтіп, бір күні Әбекең таңғы намазын оқып жатқанда, сырттан жылқының кісінеген даусы естілді. Ол далаға шыққанда өзінің жоғалған аты мен оған ілескен 5 жабайы жылқыны көреді. Барлығын да қорасына кіргізіп қамап қояды. Бұл жайдан құлағынан ауылдастары келіп, оны құттықтап жатты. Әбеке, атыңыздың аман оралғаны жақсы болыпты. Өзі ғана келіп қоймай 5 бірдей құл-құйрықты ерте келгені тіпті керемет болған екен. Құттықтаймыз, дегендерге қария: олай демеңдер, қайырлы ма, қайырсыз ба, қайдан білесіңдер? Бәрін білуші Алла ғана ғой, деп жауап қатты. Арада біраз күн өткеннен кейін Әбдікәрімнің ұлы жабайы асау аттардың бәрін үйретемін деп мініп, одан құлап, аяғын сындырып алды. Оны көрген ауылдастары келіп: әбеке, қартайған шағыңыздағы жалғыз сүйенішіңіздің аяғы майып болып қалғаны өте қиын болған екен. Осыдан мүгедек болып қалса, сізге сүйеніш емес, өмір бойы масыл болады-ау, деп өздерінше көңіл айта бастайды. Оны естіген Әбекең: неге олай дейсіңдер? Жаман бола ма, жақсы бола ма, Алла біледі, дейді де, жайбарақат қана көп ұзамай соғыс басталып кетті де, ауылдастарының ішінен қолына қару ала алатындардың бәрін майданға алып кетті. Ауылда тек қаусаған қариялар мен бала-шаға, қатын-қалаштар, мүгедектер ғана қалды. Олардың арасында әрине қарияның жалғыз ұлы да болатын. Ауылдастары тағы Әбдікәрімге келіп: бақытты екенсіз, біздің балаларымыздың бәрі ұрысқа кетті. Енді аман-есен келе ме, келмей ме де белгісіз. Ал сіздің ұлыңыз жаныңызда қалды, деп қызығушылықпен білдіріп жатты. Оларға қария: онысы қайырлы ма, қайырсыз ба, бір ғана жаратушымызға мәлім, деп қоя салды. Бауырлар, бұл кісі сияқты дүние нәрселерді жүрегіңізге кіргізбей қоя алатын адамдар өте сирек кездесетіні белгілі. Кейбір адамдар көзге көрініп тұрған нәрсеге баға беріп, оның болашақ нәтижесі жайында айтқысы келеді. Сөйтіп, болмай жатқан нәтиже үшін кейде қайғырып, кейде бүркін аспанға атып қуанып жатады. Ал біреулер бұрынғы өтіп кеткен істер үшін кейде бармағын шайнап, өкініштің уын ішіп, іштері өртеніп, күйіп әлекке түседі. Жандары жай таппай уайымға салатындар да бар. Оларды қарап отырып, барлық жағдайларды үшке бөлуге болады: өткен шақ, осы шақ және болашақ шақ деп. Әрбір ақылды мұсылман баласы өткенін саралап, одан сабақ тәрбие жинақтап, жіберген қателіктерін түзеуге ұмтылып, қазіргі кездерін бағалап, әр сәтін босқа жіберіп алмай, тиімді пайдаланып, болашағына жоспар жасап, қайырымды да мейірімді Аллаға тәуекел етуі керек. Ешқашанда өз өмірін қайғы мен қасіретке байлап қоюға болмайды. Бақытты адам деген Алламның білімі, даналығын үміт артып, болып жатқан барлық жағдайды ақылмен өлшеп, оны жақсылыққа бейімдейтін, ал бақытсыз адам ылғи да үрей мен күдікте жүреді. Көптеген адамдар бүгінгі жетістіктеріне малданып, ертең өліп қалуы мүмкін екенін ұмытып, 30 жылдан кейін аш бола ма, тоқ бола ма, соны ойлап, алдын ала уайымға салады. Бұл үлкен ақымақтық. Ұлы жаратушымыз иман келтіргендерге арнап мынандай аят түсірген: сендер бір нәрсені жаман деп ойлайсыңдар, бірақ оны сендерге жақсылық болуы мүмкін. Ал жақсы деп ойлағандарының сендерге жамандық болып шығуы мүмкін екенін білмейсіңдер. Сендер білмейсіңдер, Алла біледі. Бауырлар, Әбдікәрім ақсақалдың салқындылығын адам баласы не болса да ол болсын деп мәңіреу сияқты күн кешудің айтып тұрған жоқ. Керісінше жақсылықты да, қиыншылықты да лайықты түрде қарсы алуға шақырып, Алланың берген өмірлік тәжірибемен үйлестіруге үйретеді. Бүкіл нәрсені білуші Алла ғана. Осыны ешқашан естен шығармай, болашаққа басқан әр қадамны сәуекел шашып, жол көрсетіп тұратын жарық жұлдыз болсын.